Баршаңызға сәлем, құрметті оқырман. Бүгін біз өте оңай әрі тез дайындалатын шоколадты пирог жасаймыз. Ең алдымен ыстық сүтке какао мен қант қосып, жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Ол бізге кейінірек керек болады. Мақсатымыз какао мен қант ыстық сүтте еруі тиіс. Одан кейін 2 немесе 3 жұмыртқаға қант қосып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Оның үстіне сұйық май құйып, тағы араластырамыз. Одан кейін ұн мен қопсытқышты қосып, араластырып, үстіне дайын болған жұмыртқаны ұнымызға қосып араластырамыз. Және какаолы сүтімізді қосып, жақсылап тағы да араластырып, дайын болған массамызды ыдысымызға салып, ысып тұрған пеште 30-40 минуттай 180 градуста пісіріп аламыз. Пирогты шпажка көмегімен піскен-піспегенін тексеруге болады. Егер шпажка құрғақ болып шықса, онда пирогымыз дайын деген сөз. Бетіне шоколадты ганаш құямыз. Қалауларыңызша әсемдік үшін жаңғақ сепсеңіздер де болады. Осымен біздің шоколадты пирогымыз дайын. Ас болсын. Бірінші жасалғаннан-ақ дәмі күшті болып шығады.